1 емес, 5 емес, 9 голды бір матчта жартылай финалда көреміз деп ойладық па? Жай емес, сұмдық голдар. Қорғанысты ұмытқан екі алып команда жанкүйерлеріне барлық қызықты сыйлады. Матчты көрмей ұйықтап қалып, таңда тек есебін көргендер жыламаңдар, мұңаймаңдар. Себебі бұл ертеңгі блокбастерлі Атлетико мен Арсенал арасындағы матчқа жай қыздырма. Естесіне ертең сұмдық 0-0 деген матч көресіңдер. Игра была равна, играли 2. Ал Баварияның бас бапкері Венсон Компани соңғы ойындағы ескертулеріне байланысты осы ойынға қатыса алмады. Сол үшін амал жоқ ешкімге нұсқаулық білдіре алмайтын жерде отырғанын көрдік. Кезінде Жозе Мауриньо тура осындай жағдайға тап болғанда кір киім салатын себетке тығылып, командасына ақыл кеңес айтқан екен. Осы оқиғаны байланыстырып Компани бойым 192 см себетке сыймаймын деп күліп жауап беріпті. Ал ойыннан кейін екі бапкер кездесіп бір-бірін мақтап құрметін көрсетті. Луис Энрике жеңіске де, тең нәтижеге де, тіпті жеңіліске де лайық болды. Ғажап ойын болды десе, Венсон Компани өзінің жағдайын еске алып, ол жерден бұл матчты көргім келмеген еді деп, әрі күліп, әрі күрсініп қоя берді. Бұл матчта кім фаворит екені де белгісіз. Сен маған салсаң, мен саған 2 есе саламын деп жұлқынып тұрған екі командалар. Көп сөзбай матчтағы қызықты сәттерді айтып, голдарды талдап шығайық. Бұл желаяқ арнасы. Пауза басып, видеоға лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Біз үшін ол тағы да шығармашылық жасау үшін үлкен шабыт. Екі жақтың құрамаларын көрейік. Жалпы ПСЖ сапында бәрі түгел. Ал Бавариядан тек Гнабри мен осы маусымда көп шықпай көлеңкеде қалған Геррера жоқ. Матч басталды. Нүктеден ойнатқан ПСЖ ойыншылары мен түсінбейтін тактикамен бастады. Допты бірден қарсылас алаң жағындағы аутқа тастады. 15-ші минутта Луис Диас қарымта шабуылға барынша тез шыққанымен ырғақты кеңірек баяулатып, командалық пастарға көшті. Соңында Кимихтің дәлдеп Олисеге бергенін ол Луис Диасқа тастап жіберді. Нәтижесінде пенальти, нүктеде Кейн және гол. Талдап өтейік. Енді әр голды жекелей 3 блокқа бөліп талдаймын. Гол салушы команда қалай салды, гол жіберген команда қандай қателік жіберді, және бұл голдың бетін қалай қайтаруға болар еді. Сонымен бастайық. Бавария қалай гол салды? ПСЖ жалпы әдемі шабуылдады. Голмен ұласпаған шабуылы кері шабуылға айналды. Диастың салқынқанды допты қарсылаң жаққа дейін апарғаны және оған сеніп қасына үлкен жылдамдықта келген 4 әріптесін байқадық. Алайда ең назарға ұстайтын сәт ол Йозеф Кимихтің үлкен адымдармен тез келуі. Әйтпесе оған дейін ол Нойердің қасында тұрған. Олисе емес, Диас емес. Дәл осы Кимихтің тәуекел пасы осы сәтке тұздық қосқандай болды. Ал одан пас алған Олисенің миында допты алып тебу керек деген функция о баста болмағандай бірден Диасқа берді. Сонымен қарсыластан қателік және пенальти. ПСЖ қандай қателік жіберді? Бавария қарымта шабуылда барынша санын көбейтіп жатса, Париж командасының шабуылшылары асығар емес. Әйтпесе сол дуэнің өзі о баста Кимихтен бері тұрған. 5 адам шабуылда, 5 адам қорғаныста. Асықпай келген тек 2 адам ғана. Екеуі де дым бітірмеді. Ал о баста Диасты жауып тұрған Пачо неге екенін білмеймін, Мендешке сенбеді ме, әйтеуір Олисені жауымен айналысып кетіпті. Кейін қараса Диас жалғыз қалған. Голдың бетін қалай қайтаруға болар еді деген сұрақ. Алдымен сол команда бірден артқа қайтқанда орта мұндай ашық болмас еді. Екіншіден қорғаныстағы түсініспеушілік. Ал енді үшіншіден ол Пачоның тәжірибесінің аздығы. Мәселе Диасты жіберіп қойған емес, қайта аяғымен соғып түсіруінде. Қайталаулардан көрсек, Диас допты әлі ыңғайландырып жатыр екен. Ал Пачо болса күтпей соғып түсірді. 24-ші минутта дуэнің әдемі пасын Хвича Кварацхелия Йосип Станишичті ары-бері тартып, арғы бұрышқа шире теуіп есепті теңестірді. Осы кезде басымды ұстап таң қалғаным бар. Талқылап өтейік. ПСЖ қалай гол салды? Париждіктер ойын ырғаған әдейі түсіріп тастады. Соның салдарынан Бавария прессингке бармай күтумен болды. Себебі расымен де не үшін прессинг жасайсың, егер өздерімен өздері қауіпсіз алаң жағында жай пастар беріп жатса. Алайда өте көп мәнсіз пастардан кейін Мендеш дуэге пас береді. Осы жерде де ешқандай қауіп болған жоқ. Алайда Хвичаға қатты назар салсақ, денесімен тіпті осы жерде де алдамшы әрекетімен Станишичті 2 эпизодта қателік жіберуіне мүмкіндік беріп қойды. Әрине дуэнің керемет пасын айтпай кетпеске болмайды. Бір сәтке Пирлоны еске алғандай болды. Бавария қандай қателік жіберді? Жалпы бұл жерде мынаның қателік деп айту ерсі болар, себебі Станишич онда жылдамдығы мықты. Қорғанысы бекем ойыншы емес. Позициясын біріншісінде жоғалтып алса, екіншісінде агрессия қосалмады. Алайда агрессия қосқан жағдайдың өзінде Хвича алдауға дайын тұр еді. Ал қасындағы әріптестері келіп үлгергенде жоқ.
себебі өте жылдам орындалған гол. 33 минутта Дембеленің бұрыштамадан шығарған пасына бойы ұзын болмаса да Невеш бәрінен озып гол автор атанды. Жеке өзіме осы гол өте қатты ұнады және неге ұнағанын айтып берейін. Меніңше дәл осы бұрыштаманы париждіктер 1000 рет қайталаған сияқты. Невештің өзі жаттығуда 999 рет салып, ресми ойында соны 1000-ға жеткізгенде сезім ұялатты. Себебі Дембеленің пасы бойы ұзын әріптестерін емес, жай белгісіз бос алаңға болды. 174 сантиметрді құрайтын Невешке мықты қорғаушылар қоймайтыны анық. Себебі қанша секірсе де 190 сантиметрді құрайтын Баварияның ойыншыларының асып түсе алмайды. Сол үшін оны Мусиала жауып тұр. Ал дәл осы жерде оны тіпті Ван Дейк жапса да, Невеш осы бос кеңістікке 7-8 метрде жүгіріп келіп, арғы бұрышқа ұрып, бәрібір де гол автор атанар еді. Ал енді бұл жерде қандай қателік кетті? Мюнхендіктер қысқасы мұндай дайындықты күткен жоқ. Ал Невешті жауып тұрған Мусиала тіпті ұйықтап қалды десек те болады. Басын көтерген кезде Невеш 1 метр ары кетіп қалған екен. Голды қалай болдырмауға болар еді? Осы видеодағы маған қойылып жатқан екінші қиын сұрақ. Себебі тағы да идеалды мінсіз гол. Меніңше қайталаулардан қарасам, бос кеңістік расымен де көп болыпты. Луис Энрике Баварияның осындай осал жерін байқаған болар. Әркім бір ойыншыдан жауап тұр дейін десем де, Айбалаңда ПСЖ-дан 6, Бавариядан 8 ойыншы тұр, қақпашыны қоспағанда. Және жай алыстан қарап тұрған +2 бавариялықтар. Осылардың барлығы сол бос жерлерді жапқанда ары-бер жүгіретін ойыншылардан сақтануға болары деген диванда отырып айтатындай менің пікірім. Да ты чё? Базарный. 41 минутта Павловичтен доп алған Олисе ортаға жай кіре салып теуіп, есепті теңестіріп тастады. Сұмдық гол болды мынау. Жалпы бұл гол қалай болды? Бұл әрине Павловичтің миға қонымсыз Бускеттің Мессиге бергенде ғаламат ассисті. Жалпы өтпейтін әзілдерді шетке қоя тұрсақ, ПСЖ қорғаушылары Олисенің бүкіл қорғаныстың ортасына дейін кіріп, қақпаға тебетін күтпеді. Олар түгілі экран бергі жағындағы біз өзіміз селк ете қалдық қой. Неге? Себебі осыған дейін барлық эпизодтарда Бавария барынша пас арқылы гол салмақшы болды. Диас болсын, Кейн болсын, Мусиала тіпті сол Олисенің өзі тәуекел етпей, қақпа жақта пас беріп қақпаның саңылауын таба алмай жатты. Бірақ дәл осы сәтте оның тәуекелділігі қорғаушылардың оның кімге пас береді деп күттіріп қалуына келді. ПСЖ қандай қателік жіберді және голды қалай қайтаруға болар еді? Жалпы қателікті сол жаңа айтып қойғандаймын. Бір сарыңды тактикаға ет үйреніп қалғандай париждіктер өз-өздеріне алданып қалды. Бас салып аяқтарын тыққанда оп-оңай алып алар еді. Себебі олар дәл осы жерде көп болды. Бірінші таймның соңына қарай Дембеле айып алаңына доп асырам деген ниеті Дэвистің қолына тиіп пенальти болады. Вар төреші экранына барып шешім қабылдады. Дәл осы кезде Йосиф Станишич қатты наразы болып, алаңнан шығып кететіндей сәтін көрдік. Осыны көрген ашулы төреші қалтасына қолын сұққаны сол еді. Болт деп кері бұрылып төрешінің ойын бірден жақсы жаққа өзгертіп тастады. Ал Дембеле осы пенальтиді өзі ұйымдастырды, өзі тепті. Ал ақталып жатқан Дэвиске мысқылдап бір қарағандай да болды. Сонымен пенальти болды ма? Қолға тигені әділ ме деген сұрақ. Себебі ережелерге сенсе, қолға тигеннің бәрі ережені бұза бермейді. Бавария қандай қателік жіберді? Жалпы команда жақсы қорғанды. Қанша жерден пас беріп, өткір шабуылдар жасаса да, тосқауылдарын әдемі қойып мүмкіндік бермеуде. Себебі соңғы секундтарына қарамастан, ПСЖ қызыл түсті көрген бұқадай шабуылдарын тоқтатар емес. Тіпті сол шешуші сәтте де Дэвистің өзі Дембеленің пасын жақсы қайтаруға ниетті болды. Өйткені екі қолы артында тұрғанын байқадық. Бірақ тепкен кезде қолдары ашылып кетіпті. Неге екенін білмеймін. Болмай қағыр қателік десем ешкім қарсы шықпас. Футбол емес, жасыл алаңда ережесіз жекпе-жек көргендей болдық. Жақсы мағынада. Қорғаныс, жатып алып ойнау деген ұғымдарды киім ауыстыратын бөлмеде тастап кеткенде. Тіпті төрешінің өзі мінсіз төрелік етуде. Футбол деген осындай болу керек ау. Екінші таймға өтейік. 56 минутта Витиньяның алыстан ашылған Хакимиді көріп пас тастағаны, ары қарай біршама ойыншыдан өтіп, Хвичаға барғаны голмен ұласты. Есеп 4-2. ПСЖ қалай гол салды? Бұл жерде гений Витинья ма әдемі әуелетіп пас берген, әлде Хакими ме барлығынан өткізіп Хвичаға тастаған? Әлде сол гол салған грузиялық ойыншы ма? Жоқ. Бұл жерде гений Дембеле. Қарбалыс болып жатқан жерден артқы көздермен допты жай өткізіп жүрген жоқ. Секіріп өткізіп әріптесіне тастап кетті. Гений емес кім енді? Бавария қандай қателік жіберді? Альфонсо Дэвис өз міндетін орындай алмай жатқан соң орнына Конрад Лаймер шығады. Енді қараңыздар. Дәл сол шабуыл болатын кезде ол қайда? Ол құлап жатыр.
Хакимиді ұстау былай тұрсын, позициясы мүлде басқа жерде. Ал доп өткен соң ары қарай бавариялықтар дұрыс істеді. Тек Дембеленің сол допты өткізіп жіберетін ешкім күтпей қалды. Ал Кварацхелия асықпай ашық жаққа теуіп дубль автор атанды. Голдың бетін қалай қайтаруға болар еді? Меніңше дәл сол Лаймер дуэнің артынан кетпей өзіне жақын болатын Хакимиді жабуы не тіпті жай өзінің позициясында қалса жеткілікті болар еді. Сонда Хакими мұндай бос кеңістікке мүмкіндік ала алмайды. Екіншіден, Йосип Станишичті мүлде түсінбедім. Көмектесем деп келді, бірақ келгеннің өзінде ешкімнің алдына орап шыға алмайды ғой. Бәрібір бәрінің артында қалып тұр. Одан да сол о баста грузин футболшы жақта тұр еді ғой. Сол жақта қала беру керек еді. 53 минутта Дуэ Дембелеге қарымта шабуыл кезінде пас шығарады. Ол асықпастан ойланып, тепкені қақпаның бағанасына тиіп, ұсталмаса есепті айналдыра түсті. Жалпы гол қалай болды? Баварияның сәтсіз шабуылын тоқтатқан париждіктер, дәлірек айтсам соңғы доп алған Кварацхелия жай ғана доптың көзін құртып тебе салмай, көз ашық, көкірегі ояу адам секілді Дуэге әдемі пас береді. Дәл осы арнайлап берген пас осы шабуылды бастап отыр. Әрине соңындағы Дембеленің Нойердің алды жабылған кездегі тепкені де ескермей кетуге болмайды. Нойер доптың ұшқанын соңында ғана көрді. Қандай қателіктер болды? Дэвистің орнын басқан қайтадан сол Лаймер кейіннен пас алған соң Мусиалаға ма әлде басқа біреуге ме берем деген пасы өте нашар болды. Дәл осы қателік сол қарымта шабуылға негіз болып келді. 65 минутта Кимихтің айып алаңынан шығарған пасы Упамекананың басына тиіп, кезіндегі Бруноның Роналдоға беріп, шашымен салды дегендей голына ұқсап, гол салғаны болып тұр. Меніңше тимегендей көрінді. Алайда ресми шешімде Кимихті тек ассист беруші ретінде жазып қойған соң, бәлкім сырып өткен болар. Жалпы гол қалай болды? Бұл жерде де сол айып алаңынан тебуге мүмкіндік сыйлаған Луис Диасты атап өту керек. Ойын басталғаннан алдап жатыр, жүгіріп жатыр, командасы үшін барлығын істеуде. Соның арқасында Кимих әуелеті пас тастайды. Дәл осы жерде Упамекананы бір арнайы атап өтудің қажеті жоқ. Баспен орам деп жалпы бой жетпей қалды. Қараса гол болып кетіпті. Меніңше бұл толықтай қақпашының қателігі. Пас азырған сәтте шығайын ба, шықпайын ба деп кідіріп қалды. Жарайды, шықпады дейік. Одан кейін мүлде траекториясы өзгермеген допты ұстай алмай қалды. Неге? Себебі қарсылас баспен ұрады деп соған сеніп қалды. 60 минутта біз ағылшындық ойыншы Харри Кейн емес, ағылшындық ойыншы Дэвид Бекхэмді көрдік. Мынау не деген пас? Мұндай пасты тіпті жартай қорғаушылардың өзі сирек береді ғой. Ал Харри Кейннің әдемі пасы Луис Диастың тура осында әдемі голмен аяқталды. Жалпы бұл париждіктердің сәтсіз шабуылынан кейін орын алған гол. Хвичаның бәрін алдайым деген тым сенімділігі, ал басқаларының қорғанысты бекем ұстауға ниеті болмағаны. Мысалы, Луис Диасты мына жерде екі адам ұстап тұр. Маркинес пен Хакими. Бірақ неге соңғы сәтте Хакими әріптесін жалғыз тастап кетті? Басқа адамды жауға кетті дейін десем, Луис бұл жерде жалғыз өзі ғана. Егер осы сәтте ол да қорғануға барғанда, Луис Диас қанша жерден шебер болса да, екі адамға қарсы айласын асыра алмайтын еді. Жалпы бұл матчта біраз ойыншылар өзін жоғалтып алды. Жақсы ойнап келе жатып, өзін тастай салғандай. Дәл сол Хакими, Хвича, Кварацхелия, Лаймер және арнай айтпай кетуге болмайды, ол Станишич. Мен тек қорғаныстағы әрекеттерін айтудамын, бірақ осы соңғы айтылған кісі Станишич шабуылда да көп қателіктер жасады. Нақты екі жерді көрдім. Жылдамдығы жетпей қалған. Әйтпесе дәл осы Хакими секілді жылдам болғанда потенциал түрде 2 гол болар еді. Тіпті матч қаһарманы Дембеленің өзі 100% болмаса да, соған жақын 2 сәтті құртып алды. Есесіне сұмдық сәттерді өзін жақсы жағынан көрсетіп, командасын сүйрей білді. Бірақ маған бұл ойында ұнағаны ол вингерлердің баяғы вингерлер секілді қорықпай алға бағыт алулары. Әйтпесе қорқақ вингерлерден шаршадық. Алдынан бір адам шығып қалса, артқа қарай пас бере беретін. Жалпы видео осымен тәмам. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге желаяқтар арнасы. Жақсылықтарда көріскенше.